Сәлем баршаларыңызға, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Бүгінгі видеоны мен Қазақстандағы әскер, армия және Америкадағы әскер, армияда қызмет ету туралы кішігірім бір сөз қозғап, салыстырмалы түрде осындай видео арнағым келіп жатыр. Лайфстайл форматта. Бұл видеоны шығаруға негіз болған Қазақстандағы соңғы жылдары болып жатқан, соңғы 10 жыл, хотя ол тәуелсіздік алғаннан бері орын алған, бірақ тәуелсіздік алғанда бұрынғы кеңес өкіметін елдерін, даже Ресейдің өзінде бұл әскерге барып, өліп қайту дегенді, сондай нәрсе Ресейде жоқ, біздің Қазақстанда ғана қалып кетті. Осы теманы, осы әскерге барып, әлімжеттік көрсетіліп, содан қайтыс болып келе жатқан балдарға арнау арқылы осында бір видеоны арнағым келіп жатыр сіздерге. Ситуация өте дұрыс емес, әрине. Сіздер де оны түсінесіздер. Как ата-ана ретінде, как аға ретінде, немесе әскерге мектеп бітіріп жатқан, болашақта әскерге баратын осындай жас балдар ретінде. Қазақстанда әскерде қызмет ету срочно бізде, и бір жылға әрбір жас бала 18 жаспенен 29 жасқа дейін қызмет ету міндетті. Әскерде барып бір жыл. Либо сен оқу орынға түсесің, оқу орнынан анықтама аласың, военный кафедраға түсесің, немесе военный училище түсетіп, сен армияға бармай қойсаң болады. Болмаса ауру, денсаулық жағдайына бай. Басқа да жағдайларда сені міндетті түрде түбінде алып кетеді. Қазір баяғыдай ақша беру, теңге беру, пара беру арқылы армиядан қалып кету деген нәрсе жоқ. Көшеде де көріп жатсыздар жаңалықтарда, то что кішкентай жас жігіттердің барлығын прям автозакқа салып әкетіп жатады, прямой армияға әкетіп қалып жатыр. Әрине бұл адамдардың құқықтарын шектеу, әрбір адамның жеке өзінің құқығы бар, әрбір адамның жеке бостандығына, өзі қаяқта жүреді, қашан, қайда барғысы келеді, не істегісі келеді, қайда қызмет еткісі, оның бәрі әркім өзінің жеке бостандығы, жеке демократиясы туылғаннан бастап конституциямен берілетін құқықтары. Оны көшеден ұстап әкетіп қалу деген нәрсе, ол енді ол как так ол? Ресейде соғыс болып жатыр, оларда үйтіп ұстап әкетіп қалып жатқан жоқ. Бізде мирный кезде сөйтіп сондай нәрсені осы. Просто полнейшее нарушение прав человека. Америкада енді срочно нәрсе деген жоқ. Әрбір адам өз еркі біледі. Қыздар да, жігіттер де армияға барады ма, бармайды ма. Тем более армияға баруға болады. Грин карт алатын болсаңыз, немесе Американ азаматтығын алатын болсаңыз, сіз Қазақстан азаматы бола тұра Америкаға барып, армияда қызмет етсеңіз болады. Бірақ Американ армиясы ол мүлдем басқа нәрсе. Саған плюс апта сайын $400 береді, полный киіндіреді, полный обучать етеді. Қандай войсқа түсесің? Білмеймін, танк болатын болсаң, сен контрактпен 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл служить ететін болсаң, сен соны полный игеріп маманы боласың. Шыққаннан кейін танк заводын ашсаң болады. Мысалы да, условно сіздерге түсіндірме туралы айтып жатқаным. Плюс зарплата береді, плюс жақсы обучать етеді. Енді мен де служить еттім Қазақстанда. Білемін, біздегі служить ету деген ол, сен 1 жыл служить ететін болсаң, айтайын, бір басында 10 оқ береді, Макаровқа пистолетке қайтатын кезде 10 оқ береді, сонымен бітіретін кезде бір Калашниковтен бір тағы бір 10-15 оқ атасын автоматпен, болды. Басқа ешқандай сен оружие, ондай нәрсе сен қолыңа ұстамайсың. Вот осы. Сен барасың армияда, қар күрейсің, картошка шейсің, плац тазалайсың, шагат етесің. Соменен үлкендерден таяқ жейсің. Сондай да, и, короче, осындай бір. Но никак профессионально боевой армияны тәрбиелемейді. Рандомно да, бір жеребевка тастап, армиядан 20 мың адам служить етеді ғой, бір призывта. 20 мың адамнан бір 10 мың адамды алып, Американы служить етіп атқандарын 10 мың адамды алып, бірін-бірімен бір айқастырып қоятын болса, біздікілер шашылып қалады. Біздікілер ол тек қана күші жетпейтін, әлсіздерге, үлкен дедовщина болып, уже жақсы оқығандар, бірін-біріне жабылып, кішілерге жабылу, ұру, осында инвалид қою ғана олардың қолдарына келетін. Но просто шын ғой, мен де қазақпын.
Мен Шымкенттенмін, міне Шымкенттен футболкам бар, қараңыздар. Мен де қазақпын. Бірақ қазақ бола тұра мен четко понимать етемін. Не то, что ол біздің армия бар ғой, желтоқсан кезінде, 2022 жылы, желтоқсан кезінде қырғын болып Алматыны тонап атқан уақытта, біздің армия үйінде шай ішіп, шашылып кетті. Вот осы біздің армия. Біздің армия ол ана дубинкамен шыққан адамдардан, короче, таяқ жеді ғой. Дубинкамен шыққандар. Ну, какой еще Америкамен, Қытаймен, Ресейдің армиясымен ертең бәсекелесу неғып тұру. Достар, ол бізді жаулап алам дейтін болса 6 секунд қой. 6 секунд, бір ровно 3 күннің ішінде действительно кез келген көрші мемлекетіміз бізді спокойно жаулап. Неге? Потому что бізде біріншіден дисциплина жоқ, екіншіден бізде армиядағы адамдардың қызмет етіп жатқандардың бірін-біріне ешқандай сыйы, сыйлау, иерархия деген нәрсе, ондай нәрсе жоқ. Армиядағылар действительно боевую подготовкамен ешқандай айналыспайды. Кәдімгі мировой признанный стандарттар бар оқытудың, дайындаудың. Ондаймен оқытпайды. Кезінде Арқан кергендегі Шолақтың оқиғасын естеріңізге алдыңыздар. Просто бәрі ұйықтап жатыр, біреу барады да барлығын 15 адамды қырып шығады. Вот осындай біздің армия. Поэтому бұл жерге системный реформа керек. Вообще жалпылама айтқанда, білмеймін, адамдардың самосознаниясын өзгерту керек, бастықтардың самосознаниясын өзгерту керек. Барлығы ала жібін алып қашады. Министр обороны да сөйлеп отыр оны. Біздің армияда ондай жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Признавать ет, бар бізде. Білмеймін, достар, міне, мен министрмін, жаңадан келдім. Бізде дедовщина бар. Тоқтата алмай жатырмыз бұл кішкентай жүгірмектерді бірін-бірін ұрып, өлтіріп қоюын. Тоқтата алмай жатырмыз, көмектесіңдер бізге деп. Келет психологтар келет, жалпы қоғам бұл Қазақстанның несі. Біз істейміз ол нәрсені. Күресеміз, жоямыз. Мировой нәрседе успешно практикаларды алып. Не деген нәрсе ол, бір-біріміз мысалы. Бейбіт күнде өлтіріп, инвалид қылып, просто көріңіздер, мен потом ссылкаларын тастаймын осы видеоның астына. Орда кезетте шықты мысалы. Жақсы бір выпуск. Сен қалай бұл Қазақстанда ертең менің де бала шағам өсіп келе жатыр, 2 бала. Бірінен кейін бірі. Мен оларды қалай мен армияға беремін? Мына жағдайдан кейін. Мен оларды честный болуға, мен оларды елді сүюге, мен оларға ешкімге қол көтермеуге, ешкімді ұрмауға, ешкімге балағат сөз айтпауға, ешкімге зиян келтірмеуге, өзіңмен өзің жүріп, өз-өзіңді сыйлап, не дейтін еді. Сондай нәрсеге үйретіп жүріп, мен оны ертең қалай армияға беремін мен оны? Үйтіп тәрбиеленген бала ертең армияда қалай не алады? Болмаса мен де сөйтіп бала шағамды сөйтіп тәрбиелеймін ба мысалы? Өзіңіз просто сұраққа жауап беріңізші. Мен онда баламды онда мен де тәрбиелейін қазір. Ертең сені үйтет, ертең өскенде сені үйтет, армияға барасыз, сен ұрады, сен қорғануың керек. Сен онда мен сөйтіп үйретейін. Мен онда балам ертең жауыз болып өседі ғой. Түсініп тұрсыздар ма? Осы бір жерде четко границаны түсіну керек. Осы бір нәрсені. И американский заңнамалардан, американский армейский системалардан, вообще әскери күштер қалай құрылады, олардағы боевой подготовка қалай өтеді, барлығымыз просто жақсы өзімізге енгізуіміз керек, копировать етуіміз керек. Наконец-то самый главный нәрсе ошибканы, қателікті мойындау. Ол сен ұтасың, ұтқың келеді, кез келген жерде бір жерде ұтқың келеді, жеңіске жеткің келеді. Сол жеңіске жетудің 50% нәрсесі бұл өзінің қазіргі қателігіңді мойындау. Бұл қазіргі қателікті біз мойындамай, ешқандай алға не қылмаймыз. Дальше ол сонда бір-бірімізді өлтіріп, сонда қырып жүре береміз. Осы мен айтқым келген достар. Видео ұнаған болатын болса, міндетті түрде лайк басып өтіңіздер. Өздеріңіздің пікірлеріңіз қызықты бір болатын болса, видеоға комментарийға жаза өтіңіздер, кеттік талқылайық. Солай. Ал сіздермен болған мен Сайлау Абди.